Қалайсыздар? Бүгін тәбеншеге тезекпен пицца пісіреміз. Иә, дұрыс естісіңіздер. Тура ресторандағыдай пицца қалай шығатынын соңында бірге көреміз. Сондықтан мынандай жарайсың деген белгі қойып, арнаға жазылыңыздар. Мен үшін маңызды. Бірге бас. Басында бірге? Иә. Жаңа тезек ұстадық, анамнан ұстадық, сол жақсылап жеп қойып. Қазір енді тезек шоқ болғанша біз үйге кіріп, қамырын жайып, колбаса, сыры бәрін турап, дайындап қоямыз. Шоққа үйіп, резко пісіреміз. Үй жағдайында ең керемет соус, білесіздер, кетчуп пен майонез. Негізінде пиццаға соус басқаша жасалады. Именно мочи соусты үй жағдайында жасауға болады, пиццаға арналған. Оны келесі видеода міндетті түрде жасайтын боламыз. Сондықтан тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз енді тезегіміз көп біліп, жамбыға. Сезімдер говоришь. Әсел пеш жоқ, мынандай газ пештер жоқ, нан пісіреді. Тура осындай тәбенше нанға міне аналарымыз нан пісіруші еді ғой. Бүгін бізде бір эксперимент күн тәбеншеге тезекпен пицца пісіріп отырамыз. Тура ресторандағыдай пицца. Білмеймін қалай шығатынын. Мен ойымша күшті шығу керек. Комментке ойларыңызды жазыңыздар. Келесі видео қалай істейік, қандай жағдайда істейік, сіздер жазыңыздар ойларыңыз. Мен үшін қызық және тіркеліңіздер. Мен үшін өте маңызды. Қалай отқан? Йо, зор болады, зор. Йо, нанғарызыңыздар. Четко. Әкеніз ба? Андай пицца көрмесін, оны түсірмейсің. Ал сіздер мен кесіп болам дегенше тез-тез астына түсіп комментарий жазып кетіңіздер. Сонымен экспериментіміз іске асты. Өздеріңіз көргендей тәбеншеге тезекпен өте зор шықты пицца. Керемет, насыщный. Ендеше комментарийға ойларыңызды жазыңыздар. Тіркеліп, қолдап, мынандай жарайсың деген палец бекітіп қойып, өйткені мен үшін өте маңызды. Келесі видео бұдан да күшті болады. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Бәрі жақсы болады.